Баршаға сәлем достар. Мамаша Данаша арнасына қош келдіңдер. Лайк басыңыз достар. Бізде бүгін влог. Кешкі асқа бізде Бану деген осындай салат бер жақындаршы. Бану мен Ұлжан жасады. Фруктовый салат дайындапты. Қазір дәмін көретін боламыз. Ішінде банан, алма, мандарин, киви. Осы жеміс бар. И сосын йогурт бар. Ал достар, мен деген киініп алып, қыздармен кездесуге шығып бара жатырмын. Кәусарлар қалады үйде. Достар, біздер деген келіп қалдық кафеге. Қыздармен отырып, қазір тамақты көрсетемін. Мынандай шашлык. Молодец. Немен? Башканы сендер үшін давай жұмыс жасай берді. Күшті. Вид күшті болыптыр. Тамам. Давай миллион подписчикке жете берді. Ас болсын. Испанский чизкейк жеп жатырмық. Ал достар, кеше кафеден кейін жоқ болып кеттім мен деген. Бүгін бізде Ұлжан динозаврдың несі? Блиндбагын жасап отыр. Бану сабақта, бір көзі телефонда, бір көзі блиндбагта болып тұр ғой біздің Ұлжанның жұмысы бүгін. Сырты мынандай. Мен қашап келейінші. Сырты осындай, енді осының ішін сквиштерін жасап жатыр. Достар, бізге кейде бір идея болмай қалады. Қандай блиндбаг жасасақ екен деген сияқты, қандай бумажный сюрприз жасасақ екен деген сияқты ше. Сіз осы видеоның астына жазып кетіңдер. Қазір біз енді естейін деп жатырмық. Бумажный сюрприз ашамыз. Ол бірақ басқа видеоға. Біз айтпақшы, мынандай синтепонмен жасаймыз. Ана ненің ішіне. Мягкий игрушканың ішінде болады ғой. Иә, мягкий игрушканың ішінде де болады ғой. Осындай зат синтепон жасаймыз. Бетіне скотчпен нан бетіп жабыстырады. Қыздар кейде жабыстырмайды. Қазір енді шеттері жабыстырады. Осының ішіне тұрады ма? Сквиш тұрады, иә? Сквиш тұрады. Міне достар, шеттерін осылай скотчпен жабыстырып алды. И бір шетін ашып қалдырады. И осының ішіне сквишін салады. Бізде мынада скотч деген дереу бітіп қалады. Бумажный деген скотчтары ол да бітіп қалады. Біздің үйде, короче, скотч деген қалмайды. Тез бітіп қалады. Мұстафаны развивайкадан алып кетуге келгем ғой. Қазір біз мектептеміз. Ау? Сәлем. Садиктен шығарып алып Мұстафаны развивайкаға бердім. Нәтижесі жаман емес қазірше. Бүгін мынандай суретке пластилин жабыстырып. Мен пластилин жасадым. Не бұл? Мынау майсы екен ғой, майсы ғой. Ара ма? Жоқ, емес. Ара ғой. Ара бұл. Осындай жасапты. Енді қазір Кәусарды мектептен алуға күтіп алып тұрмын. Қазір 6-дан асқанда шығады. Сонымен үйге әрі қарай қайтамыз. Бүгін деген ауа райы күшті болып тұр. Жып-жылы Ақтауда. Сіздер жақта ауа райы қалай? Мынадай ағаштар, гүлдер жап-жасыл болып, әдемі болып тұр енді. Өткен жылы да жақсы болған. Бұл жылы да жаман емес, шүкір Аллаға. Ал достар, мен бірінші магазиннен шығып, екінші магазинге келдім. Бірінші магазинде жаңа киім дүкеніне бардым. Ұлжандар үйде қалды, Банулар. Қазір енді продуктыға келдім. Продукты емес, енді кішігірім дейтін анау мазаттар ғой. Неге келген? Өзім де білем, шынын айтқанда. Папамыз жүр барамыз деді, сонымен артынан еріп жүрмін. Достар, біз деген шықтық магазиннен. Үйге бармай тығылып мороженое жеп жатырмыз.
сондай мамам енді деп та. Ас болсын бізге. Просто алып берейін десең тамақтары ауырып қала ма деп алып бермедім. Бізде салқын болып тұр да күн, сондықтан қазір алып бермедім. Кешкі салқын болып тұр. Ал достар, біз деген үйге келдік. Енді обзорчик көрсетейік. Распаковкачек. Дима, давай. Бірінші бізде носки. Носки. Осындай. Сакураның кофтасы. Ол банутка болу керек. Или ноубанутка. Ноубанутка. Сакура. Маған ба? Каусарға. Каусарға кетіп. Тау хит болып жатыр ғой. Иә. Келесі бізде осындай. Ол папаңдікі болу керек. Папаның екен. Әдемі екен. Келесі бізде мынау не? Сармай салғыш. Сармай салғыш екен, осындай әдемі. Ыстайды. Бал деп ойлап қалдым. Үстіне клубникадан жасалған Сабын. сабын. Мынау не? Бұл бальзам. Бальзам. Кімге мынау? Общий шығар. Бәрімізге екен. Мынау кімге? Общий. Общий бәрімізге екен. Сен жумайсың ғой енді. Әдісі менен қалап жүрдім ғой. Мен алдық қой. Мен осындай стырка салатым. Келесі бізде тағы. Бұл енді не ғой? Жейтін тамақ. Лайт йогурт. Йогурт. Жевашка. Сағыз. Қазақша чи? Алма. Алма. Және бізде бал қаймақ. Рошен. Шоколад. Осындай каша, аяла жик. Және осындай сүт. Смесь. Болды достар. Болды. Ал үйге келсем, менің қызым обложка жасап жатыр. Кім жадыр әпшеге ма? Ойбай, бейбайш әпшеге әпшесіне жасап жатыр екен. Еркеназ бен Аруканың әлемі дегенше. Әлемі бар ма? Әлемі деген жоқ, Еркеназ бен Арукаға обложка жасап жатыр екен. Ана қыздың аты мен Айниса, Еркеназ жүр мына жерде. Кім? Арука, жадыр әпшем жүр ғой, видеосы қандай екен. Кіріп қараңдар достар. Біздің балым обложка жасайды айтпақшы. Ноутбукпен жасайды, осындай кәсіби деңгейде жасап жатыр қазір деген. Достар, бүгінгі біздің блогымыз аяқталды. Қазақша каналдың дамуы үшін міндетті түрде үлестеріңді қосып кетіңдер достар. Астында подписаться деген батырманы басып, лайк басып кетіңдер. Ал келесі видеода кездескенше сау болыңдар.